Ешкім баруға рұқсат етілмейтін қауіпті жер туралы естігеніңіз бар ма? Мұндай жер бар. Ол Сан-Паулу қаласынан алыс емес, Бразилия жағалауындағы кішкентай арал. Оның нақты атауы Ильяда Кеймада Гранде. Бірақ оны бәрі қорқынышты лақап атымен біледі. Жылан аралы. Қашықтықтан қарағанда, ол Атлант мұхитынан көтерілген әдемі жасыл жұмақ сияқты көрінеді. Онда қалың орман, жартасты жағалаулар және тыныш шамшырақ бар. Бірақ, бұл арал шынымен қорқынышты құпияны жасырады. Ол планетадағы ең улы жыландардың ең көп шоғырланған жері. Бұл бірнеше жылан бар жер ғана емес. Бұл олар билейтін жер. Адамдарға жылан аралына баруға тыйым салынуының себебі қарапайым, ол өте қауіпті. Бразилия үкіметі арнайы рұқсатсыз аралға аяқ басуға тыйым салған. Әдетте, тек бірнеше батыл ғалымдар мен Бразилия әскери теңіз флотының мүшелеріне баруға рұқсат беріледі. Әскери теңіз флоты жылына бір рет, бұрын салынған автоматты шамшырақты күтіп ұстау үшін барады. Ол кезде шамшырақшы мен оның отбасы сонда тұрған, бірақ олардың тағдыры туралы оқиға бәріне қатаң ескерту болып табылады. Арал жыландарға соншалықты толы. Кейбір сарапшылар әр шаршы метрге бір жылан табуға болады дейді. Бір қадам жасап, улы жыланның дәл жаныңызда тұрғанын елестетіп көріңізші. Бұл жер жыландардан қорқатын кез келген адам үшін, тіпті оларды қызықты деп санайтындар үшін де нағыз қорқынышты түс. Өлімге әкелетін шағу қаупі тым жоғары. Аралдың әр бұрышы, орманның еденінен ағаштардың шыңына дейін, осы таңғажайып жыртқыштарға толы. Олар мұнда мыңдаған жылдар бойы толық оқшауланып дамып, өз домендерінің даусыз билеушілеріне айналды. Жергілікті балықшылардың әңгімелері кез келген адамды алыс ұстауға жеткілікті. Олар жыландардың жартастарда жылжып жүргенін айтып, теңізшілерге жағалауға тым жақын бармауды ескертеді. Егер аралдың тұрғындарының бірі келуге шешім қабылдаса. Аралдың тарихы осы қауіппен байланысты. 11 мың жыл бұрын теңіз деңгейі көтерілгенде, бұл жер материктен бөлініп қалды. Онда қалып қойған жыландар өмірдің жаңа жолына бейімделуге мәжбүр болды. Кеміргіштер сияқты жердегі жемтіктері болмағандықтан, олар жоғарыға қарауға мәжбүр болды. Олар ұзақ көші-қон сапарлары кезінде аралға демалуға тоқтайтын құстарды аулауға бейімделді. Бұл бірегей, орта бірегей және өте қауіпті жыртқышты жасады. Әдемі аралды адамдар тек қауіпсіз қашықтықтан бақылай алатын жерге айналдырды. Бұл табиғаттың өз бетінше қалған кездегі нағыз күшінің дәлелі. Жылан аралының даусыз патшасы, жер бетінде басқа еш жерде кездеспейтін түр. Бұл алтын найзабас шүңкір жыланы, немесе Bothrops insularis. Бұл жылан өте әдемі, орманның жапырақты шатырына тамаша үйлесетін сары қоңыр түсті. Бірақ оның сұлулығына алданбаңыз, ол бүкіл әлемдегі ең улы жыландардың бірі. Арал оның ерекше патшалығы, және ол мұнда оған қарсы тұратын табиғи жыртқыштарсыз гүлденді. Алтын найзабас шүңкір жыланы, яғни оның бетінде жылуды сезетін арнайы шүңкірлары бар. Бұл шүңкірлар оған жемтігінің дене жылуын көруге мүмкіндік береді. Бұл оны тіпті қараңғыда да өте тиімді аңшы етеді. Бұл жыландар тек жерде ғана емес. Олар тамаша өрмелегіштер, көп уақытын ағаштардың биігінде өткізеді. Бұл олардың тіршілік ету стратегиясының маңызды бөлігі. Олардың негізгі азық көзі, аралды демалу орны ретінде пайдаланатын көшіп қонушы құстар. Жердегі жылан ұшып кете алатын құсты ұстауға қиналады. Бұтақтарда шыдамдылықпен күтіп, алтын найзабас күтпеген құс жақын жерге қонғанда тез шабуыл жасай алады. Бұл жануарлардың қоршаған ортаға қалай бейімделетінінің таңғажайып мысалы. Жыланның уы құс ұшып кетпес, бұрын әсер ететініне көз жеткізу үшін өте күшті болуы керек еді. Аралдағы бұл жыландардың популяциясы таңғажайып тығыз. Бағалаулар әртүрлі, бірақ кейбір ғалымдар бұл шағын аумақта 4000-ға дейін алтын найзабас өмір сүреді деп есептейді. Бұл орманның кейбір бөліктерінде сіз бұл өлімші жыртқыштардың бірінен бірнеше метрден алыс емессіз дегенді білдіреді. Бұл жоғары тығыздық жыландардың өздері үшін өте бәсекеге қабілетті ортаны жасайды. Олардың бәрі бір шектеулі азық көзі, аралға келетін құстар үшін бәсекелеседі. Бұл олардың оның соншалықты күшті болуының тағы бір себебі. Жылдам, тиімді шабуыл кепілдендірілген тамақты білдіреді. Бұл мұндай тығыз және бәсекеге қабілетті жерде тіршілік ету үшін өте маңызды. Оқшаулануда өмір сүру алтын найзабасты нағыз маманға айналдырды. Ол өзінің аралдағы үйіне тамаша сәйкес келетін қасиеттерді дамытты.
Оның түсі, өрмелеу қабілеті және өте күшті бәрі де осы бірегей ортада мыңдаған жылдар бойы эволюцияның нәтижесі. Арал – тірі зертхана. Ол бізге бір түрдің әлемнің қалған бөлігінен бөлінген кезде қалай өзгеріп, бейімделе алатынын көрсетеді. Алтын найзабас – табиғаттың шынымен ерекше нәрсе жасау күшінің тамаша және өте қауіпті мысалы. Ол өзінің жасыл, тыйым салынған патшалығының жалғыз билеушісі. Адамдар аяқ баса алмайтын жерде тіршілік етудің шебері. Жылан аралы қаншалықты қызықты болса да, оны тиіспей қалдыру өте маңызды. Алтын найзабас өте қауіпті түрлер қатарына жатады. Бұл олармен тікелей толы арал үшін біртүрлі естілуі мүмкін. Бірақ олардың бүкіл ғаламдық популяциясы осы бір кішкентай жерде ғана бар. Олардың мекендеу ортасы өте нәзік. Бір ғана орман өрті, жаңа ауру, немесе жат түрлердің енгізілуі бүкіл популяцияны мәңгілікке жойып жіберуі мүмкін. Келушілерге қатаң тыйым салу тек адамдарды жыландардан қорғау үшін ғана емес, сонымен қатар жыландарды адамдардан қорғау үшін де. Адамның араласуы бұл бірегей және нәзік экожүйеге жойқын әсер етуі мүмкін. Аралға сыртқы әлемнен де қауіп төніп тұр. Экзотикалық жануарларды коллекционерлердің арқасында алтын найзабастарға қара нарық бар, олар осы сирек жыландардың бірі үшін үлкен ақша төлеуге дайын. Биопираттар деп аталатын бұл заңсыз браконьерлер кейде аралға жыландарды ұстау үшін кіріп, өз өмірлерін пайда үшін қатерге тігеді. Бұл заңсыз сауда тек браконьерлерге ғана қауіп төндіріп қоймай, сонымен қатар түрлердің тіршілік етуіне үлкен қауіп төндіреді. Аралдан алынған әрбір жылан түрді жойылуға бір қадам жақындатады. Аралды осы қылмыскерлерден қорғау, Бразилия билігі мен табиғатты қорғау топтары үшін тұрақты сынақ болып табылады. Жылан аралы табиғаттың өз ережелері мен өз қасиетті орындары бар екенін еске салады. Ол бізге жердегі әрбір әдемі жер адамның зерттеуіне немесе қоныстануына арналмағанын көрсетеді. Кейбір жерлер тым жабайы, тым қауіпті және тым нәзік. Олар эволюция біздің көз алдымызда болып жатқан тірі зертханалар. Алыс болу арқылы біз бұл табиғи процестердің бұзылмай жалғасуына мүмкіндік береміз. Біз планетамыздың бірегей биоәртүрлілігін сақтап, өте қауіпті түрге тіршілік етудің ең жақсы мүмкіндігін береміз. Бұл бізді табиғаттың бір бөлігі екенімізді, оның қожайыны емес екенімізді үйрететін кішіпейілділік сабағы. Ақыр соңында Ильяда Кеймада Гранде туралы оқиға, үлкен қауіп пен үлкен ғажайып туралы оқиға. Бұл біздің қиялымызды және қорқынышымызды бірдей оятатын жер. Біз оның ормандарын аралап, жабайы табиғатта алтын найзабасты ешқашан көрмесек те, оны қашықтықтан бағалай аламыз. Біз оны қорғау әрекеттерін қолдап, оның өлімші тұрғындарының таңғажайып тарихынан сабақ ала аламыз. Жылан аралы нағыз қауіпті алпыс орны. Бұл біздің әлемнің ең қызықты бұрыштарының кейбірі жабайы, жұмбақ және толығымен мүлдем жалғыз қалдырылған дұрыс екенін дәлелдейтін жер.